Ажырасу тек екі жастың қателігінен болмайды. Кейде үшінші тараптың ірткісінен, артық кірісуінен, сөз тасуынан да болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: кім әйелді күйеуіне қарсы қойса, араларын бұзса, ол бізден емес деген. Тағы бір хадисінде сөз тасушы жәннатқа кірмейді деген. Имам Ан-Науави былай дейді: сөз тасушы дегеніміз адамдардың арасын бұзу үшін бір жерге сөз жеткізу. Бұл үлкен күнәлардың бірі деген. Тек жұбайларды ғана емес, екі достың арасында, екі мұсылманның арасында да сөз тасу, жамандау осылардың қатарына кіреді. Ибн Хажар Ал-Асқалани сөз тасу мұсылмандар арасындағы байланысты үзіп, жүректерді бұзатын ауыр күнә деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қабірде жатқан екі адамды көрсетіп, бұлар азапталып жатыр дейді. Солардың бірі сөз таситын адам болған. Рилспен бөлісе кетіңіз.